Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Адамның сырт келбеті мен мінезі бөлімі бойынша бағып қағуда көп мағына бар тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сендер тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтайсыңдар. Сондай-ақ мәтін ішінен сын есімдерді ажыратасыңдар. Құрметті оқушылар, өздеріңізге белгілі, үстіміздегі жылы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойы. Ал Ыбырай атамыз бізге көп өнегелі, тәрбиелі әңгімелер қалдырып кеткен. Оны біз қазақ әдебиеті сабағынан оқыдық та. Олай болса, бүгін қария мен баласы арасындағы болған бақша ағаштары тақырыбындағы мына әңгімені оқып көрелік. Балалар, сендер бұл әңгімені ағаларыңмен не інілеріңмен бірге диалог есебінде оқысаңдар да болады. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіптік? Ана біреу неге қисық біткен деп сұрады баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты бағу қағумен өсірген. Қисық бұтақтары болса, өсіп. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен, деді атасы. Олай болса, бағу қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағу қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұнан сен де өзіңе әбірет алсаң болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қателіктеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзік кісі болып өсерсің. Ал бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің, деді. Көрдіңіздер ме, балалар? Екі ағаштың бейнесі арқылы атасы баласына қандай керемет тәлім тәрбие беріп отыр. Олай болса, мәтіннен кейінгі мына тапсырмаларды орындайық. Бала мінезіне отбасындағы тәрбиенің рөлі қандай? Өз пайымыңызша ойыңызды айтып көріңіз. Мен сенің қателіктеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзік кісі болып өсерсің деген сөзді қалай түсінесіңдер? Бағусыз бетімен кету дегенді қалай түсінесің? Сондай-ақ, осы мәтіннің ішінде қандай сын есімдер бар екен? Осы тапсырмаларды, құрметті оқушылар, ауызша орындайық. Құрметті оқушылар, сондай-ақ мына қызықты еркін микрофон әдісі бойынша тәрбиедегі үлкендердің рөлі тақырыбында сұхбат жүргізіп көріңіздер. Қазір барлығымыздың қолымызда смартфон бар, сондықтан оның ішіндегі диктофон деген приложениені ашып, екі адамның сұхбатын міндетті түрде басып жазып алыңыздар. Және жасаған жұмыстарыңызды мұғалімдеріңізге жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл тәрбиедегі үлкендердің рөлі тақырыбындағы сұхбатты өздеріңнің аналарыңнан, әпкелеріңнен немесе үйдегі үлкендердің бірінен алсаңдар болады. Оларға сондай-ақ осы оқыған бақша ағаштары деген мәтіндегі ойларыңмен де бөлісуді ұмытпаңдар. Құрметті оқушылар, бүгін біз жетекші сұрақтар арқылы мәтін мазмұнын түсіндік, сондай-ақ мәтіндер ішінен сын есімдерді таба алдық деген ойдамын. Бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар, рахмет.